Достым, сенде артық ақша болса, описаниядагы биринчи ссылкага кирип, бизге донат жасашы. Сонда сен биздин каналдын тарихына кириши эдиң. Ал эгер сенде акча жок, бирок биздин каналга көмөктескиң келсе, описаниядагы экинчи ссылкага өтүп, разрешить дегенди бас. Ачылган сайтты 5 секунд кара. Сол кезде сен де биздин каналдын тарихына киресиң. Барлыгына чын жүрөктөн рахмет айтамын. Өзүмдүн подписчигимдин барлыгын жакшы көрөм. Сәлем. Менің атым Али, мен жас 14-те және мен улы жыландардың шағуынан қорықпаймын. Міне менің оқиғам. Мен Индияда туылдым. Өкінішке орай мен өзімнің отаным туралы ештеңе білмеймін. Менің ата-анам мен туылған кезде бірден Ресейге кетіп қалған. Менің балалық шағым қарапайым болған. Достар, мектеп, компьютерлік ойындар және де өкінішке орай үй жұмысы. Бірақ барлығы мен орталық зоопаркке барғанда өзгерді. Менің әлі есімде, хамелеондар тұратын жерден өтіп бара жатқан кезде менің аяғымда бір ауырсыну сезім пайда болды. Ауырсыну өте қатты болған жоқ, бірақ ол ащы әрі жағымсыз болды. Осы кезде мен орталықтан адамдардың паникасын көрдім. Олар бәрі зоопарктан қашып бара жатты. Сөйтсем террариумнан бір жылан қашып шығыпты, улы жылан қашып шығыпты. Сол кезде мен біраз бұрын аяғымда ауырсыну сезінгенім есіме түсті. Мен сол кезде қатты қорқып кетіп, сосын мен полицияларға жүгіндім. Мен полицияларға жыланның қай жерде екенін көрсеттім. Олар сол жерден жыланды тез тауып алды. Бұл жыландардың патшасы болған екен. Оның уы өте қауіпті. Ол адамды 1-2 минуттың ішінде өлтіреді екен. Сол кезде мен өзімді жақсы сезіндім. Ешқандай жаман ауру болған жоқ, бірақ мен қатты қорқып кеттім. Сол кезде полициялар менің қорыққанымды байқады да, сені жылан шағып алды ма деп сұрады. Мен сол кезде иә деп айттым. Неше минут бұрын деді. Мен 10 минут бұрын дедім. Бұл мүмкін емес. Сол кезде сен талып қалуың керек еді деп айттым. Мен полицияларға дәлелдеу үшін өзімнің шалбарым балағын көтеріп тістеген жерді көрсеттім. Олар шокта болды да мені больницаға алып кетті. Маған дәрігерлер анализ жасап, менің қанымдағы у қанмен бірге араласып, жақсы фрагментке айналып бара жатқанын анықтады. Және де менің қанымның группасы ешқандай группаға сәйкес келмеді. Әлемдегі ең сирек кездесетін группа болыпты. Және де цирктің директоры маған сен бізге жұмыс жасайсың ба деп ұсыныс айтты, бірақ менің ата-анам келіскен жоқ.